Қайырлы күн, достар. Біздің күнделікті өмірде қозғап жүргеніміз көбінесе қыздар, әйелдер мәселесі болғаннан кейін сол нәзік жандыларға бір кеңес айтқым келіп отыр. Оң зарядтағы ханым болыңыз. Оң зарядтағы ханым деген ол кімдер? Мен әйелдер қауымын 3 топқа бөліп қараймын өзім. Адамды бөлуге болмайды, бірақ психологиясына қарай, өмір сүру тәсіліне қарай осындай 3 топқа жіктегім келіп отыр. Ол бірінші оң зарядтағы ханымдар, екіншісі теріс зарядтағы ханымдар, үшіншісі бейтарап ханымдар. Оң зарядтағы әйелдер олар кімдер? Оң зарядтағы әйелдер олар нағыз бақытты әйелдер. Оң зарядтағы әйел өзі ханым болып, еркегін хан санап, еркекке құлшыныс беріп, үнемі сенім білдіріп, бүкіл тіршіліктің ұйытқысы болып отыратын әйелдер. Ал теріс зарядтағы әйелдер, олар жылаңқы әйелдер. Өмірге шағымданатын, үнемі жылап жүретін, жолы болмайтын, еркегі жұмыс істемейтін, еркегі жағдайын жасамайтын, қамқор болмайтын, үйге ақша келмейтін әйелдердің теріс зарядтағы әйелдер деймін. Ал бейтарап әйелдерге кімдер жатады? Бейтарап әйелдерге тұрмыс құрмай-ақ қойсам да болады, жалғыз сүрген өмір маған ұнайды. Немесе ажырасып кеткен әйелдер, сол күйеуге шыққанда қандай жетістікке жеттім, болды мен енді жалғыз өмір сүрем деп өзіне шешім қабылдап қойған әйелдер. Бейтарап әйелдердің жанында еркегі болмайды. Ол еркектің өмірде бар жоғы оған бәрібір. Яғни тұрмыс құрмай жүре береді, немесе күйеуінен ажырасып, қайтадан тұрмыс құруды ойламайды да, әйтеуір жапанда жалғыз өмір сүреді. Баланың өмірі өзімен, олардың өз тағдыры, өз өмірі, өз бақыты бар. Сіз өмірге келгеннен кейін ана болу бақытынан бөлек, әйел болу бақытын міндетті түрде сезіну керек. Ал әйел болу бақытын сізге сыйлайтын ер азамат емес пе? Бейтарап әйелдердің тізімінде болудан сақтаныңыздар. Оң зарядтағы әйелдер, олар қалай құлшыныс береді? Олар үнемі сенеді. Ана ер азаматының өзіне деген сенімі жоғалып кетсе де, әйелінің сенімі жоғалмайды. Анау шыңыраудан құлап бара жатқан жерінен қолынан тартып сүйреп бері қарай шығарып алады. Жаным қиналма, бұл қиыншылықты да жеңеміз. Бұдан да қиынын жеңген болатынбыз. Мен саған сенемін. Сенің қолыңнан келеді. Сен бәрін істей аласың. Тек қана алға деп. Көбінесе осындай бақытты әйелге айналатын, оң зарядтағы әйелге айналатын әйелдер, олар күйеуіне деген махаббаты шынайы мықты әйелдер. Махаббаттың арқасында олар сенім білдіре алады, махаббаттың арқасында оларға рух бере алады, махаббаттың арқасында кез келген қиыншылықты сонымен бірге жеңіп шыға алады. Оң зарядтағы әйелдер күш береді, еркегіне күш, қуат береді, мотивация береді, өмірге деген құлшыныс береді. Сонымен бірге ең маңызды дүние өмірдегі тестостерон деңгейлерін көтереді. Тестостерон деңгейі көтеріліп жүрген еркек, құлшынысы мықты, өмірге деген махаббаты бар, сенімі мықты, өзін бақытты сезінетін еркек әрине әйелін бақытты етеді. Сөйтіп ол әйел оң зарядтағы ханымға айналады. Ал теріс зарядтағы ханымдар қандай өмір сүреді? Ол ханымдар үнемі еркегін жығылғанның үстіне жұдырық қып, өмірдің кездескен қиыншылықтарымен бірге басына проблема болып жабысады. Сен сондайсың, бәсе мен білгемін, сенің қолыңнан келмейтінін білгем, менің айтқанымды тыңдамадың, өйтпедің де сөйтпедің деп, үнемі рухын түсіріп, жігерін құм қып, енді бір сөзбен айтқанда, мына өмірде ешкім емес қып жібереді. Бұндай әйелдердің жанындағы жүрген еркектер езге айналады. Өмірім тамаша болсын десеңіз, ер азаматым мықты болсын десеңіз, өзіңіз бақытты болғыңыз келсе, оң зарядтағы ханымға айналыңыз.
Мен сіздерді жақсы көремін. Сіздермен бірге болған Кайдзен Академиясының президенті, психолог кеңесші Калиева Құралай.